барып егізге, мектепке қатнадық біз бірге. Достарым қошласқысы келмей, 9-ны біткерер кезде қошласу кешесін өткеріп, аттестат қолға алғанымызда ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға. Классларым, сағынышларым, қошласқым келмейді менің достарым. Классларым, сағынышларым, қошласқым келмейді менің достарым. Қуаныш жастарым, кешіріңдер болса егер айып, сонда да достарым, жыламай қошласайық. Сонда да достарым, жыламай қошласайық. Классларым, сағынышларым, қошласқым келмейді менің достарым. 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 Арман қуып кеттік біздер алысқа, алып ұшып көңіл шіркін ғарышқа. Өмір теңіз толқынында тулаймыз, қарсы жүзіп асау тағдыр ағысқа. Достар бүгін, достар бүгін, достар бүгін, шаттанатын ән салатын келді күн. Достар бүгін, достар бүгін, достар бүгін, тарқатайық көңілдердің жер мұңын. Шартарапта жүрсек дағы бәріміз, сол күндерді сағынамыз әлі біз. Туған ауыл топырағын аңсайды, бала жүрек, бала көңіл жанымыз. Достар бүгін, достар бүгін, достар бүгін, шаттанатын ән салатын келді күн. Достар бүгін, достар бүгін, достар бүгін, тарқатайық көңілдердің жер мұңын. Арамызда болса дағы қашықтық, дос көңілмен кездесуге асықтық. Тағы қайта табыстырды достарды, бала күнге деген ынтық ғашықтық. Достар бүгін, достар бүгін, достар бүгін, шат
Dostlar bugün tarqatayıq көңілдердің шер мұңын. Dostlar bugün şadlanатын ән салатын келді күн. Dostlar bugün тарқатайық көңілдердің шер мұңын. Yüzlerinde el olmadan birine şirma şurada öpeme Ülke tavşinler şirma öpeme Ayrılman seferge oğlan Yedimine kezdese ayda bitteme Solan bir şirma şurada öpeme Ülke tavşinler şirma öpeme aramız almasın biz kadar kına kadamız hatamız azaymay birge bolayıp aman olsun can dostlarım bala şadam solan bir şirma şurada öpkende öpke tavşırmaca şirma öpkende ayrılmay geçip birge okudan yeldime geçtese aydan öpkende Şaşırıp kalın dostlarına. Bir bilgi bağımızda takıda. Hadi dostlar, yolda şurada tutulmadım. Dostlarım
құрметті автобустар, қыздар мен жігіттер, жайғасуларыңызды сұраймыз. Кәнекей шайнап тұрған дастархан өздеріңіз көріп тұрғандай тек қана сіздердің құрметтеріңізге жиналып жатыр. Класстастар, құрдастар, жора жолдастар, бүгінгі басқосу кешімізге қош келдіңіздер. Кешіміздің бастау сөзімізді күлмегімізге тиіс кереген, бір ауыз бастау сөзіміз бар, соны қабыл алыңыздар. Құрдастар, класстастар, парталастар, шәкірттер, бір кездегі балғын жастар, қаншама жыл өтті бітіргені, бастарын қосқалы отыр бүгін достар. Береке менен бірліктің басын құрап, жүрген жандар шайқалған жасын құрап, тергелі мектептің қаншама жыл өтті, сағынышым ұшырасу асын бұрап. Нұрлы үміттің арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрмет ізет көрсетіп, түлектерді қарсы алайық. Құрметті достар, классластар, құрбы-құрдастар, бүгінгі Қарақалпақстан Республикасы Қараөзек районы Гагарин менен Досназаров атындағы орта мектеплерді біткеріп, 1986 біткеріп кеткен бітірушілердің бүгінгі 30 жылдық басқосу кешіне қош келдіңіздер. Туылған елге, жерге болған құрмет сағыныш бүгінгі басқосу кешінің басты себепші болып есептеледі. Толқығанда сезім ой, аппақ арым тілегім, туған елім өзің ғой, арқа сүйер тілегім. Туылған елім өзің, жазирадай кездірдің, жайма шуақ кезінде рахатын сездірдің. Туған елім гүл едің, қасиетіңді білемін, өзіңе деп жүремін, лүпілдеген жүрегім. Арадан 30 жыл уақыт өтсе де, бір-бірін аңсап, сағынып жүретін құрбы-құрдастардың бірі жарымы туылған елде болса, бір жарымы Ташкент қаласында, және бір бөлегі Қазақстан Республикасында өмір жолын давам етіп жатыр. Кім қай жерде болса да, қуанышын, қайғысын бірге бөлісіп, құрбы-құрдастарымыздың бүгінгі басқосу кешіне шақырып отырмыз. Тарыдай шашылған достарымыздың бірі Нөкісте, Ақтөбеде, Таразда, Жаңаөзенде, Шымкентте, Ташкентте және бір бөлегі Алматыда, Алматы қаласында осы кешті ұйымдастырып отыруға атсалысып отырмыз. Енді өлім сыйламай тірі байымас деген асыл сөз бар, ата-бабадан қалған. Енді мынау арамыздан ерте өтіп кеткен ұстаздарымыз бар, солардың бір атын атап жіберуді жөн көрдік. Мына жерде ұстаздарымыз Рамедов Бакауаддин, Қосанов Есемұрат, Нәжмәддинов Жұманазар аға, Өтегенов Хамитов, Бниязова Бибайым, Ешімбеті Ажимұрат, сосын бізбен бірге оққан класстас құрдастарымыз бар. Жұманазарова Алмахан, Қосбергенова Алмагүл, Абдыкаримова Зәуреш, Бекова Айымгүл, Асенова Бағдагүл, Раметова Арзыгүл, Қарлыбаев Мақсет, Базарбаев Мұратбек, Сүйіров Дәуір, Каримуллаев Каримбай, Шернияз Сапарбаев. Енді олардың атын атап құран бағыштап жүру біздің парызымыз. Жатқан жерлер жарық, топырағы торға болсын. Бәріңе жайғасыңыздар. Өлер заумай, тірі байымай дейді. Сіздерге үлкен рахмет. Мінекей өмірден сіздерден бұрын озып кеткен сыныптастарыңызды еске алып, бір минут үнсіздік жариялап жатқандарыңызға. Енді сіздердің ведущийлеріңіз
сіздің екінші бөлімге атсалсам дегенше негізі біз қазақпыз ғой, дастарханға бата беруіміз керек еді. Негізі бата берілетіндеріңіз бар ма араларыңызда? Амин, кім бар? Үреумен жаратылысы қабілеті есесі алдай өтсін, жоғыршығым жақсы өтсін, ораза айы тұқым болсын амин. Амин, амин, бәрекелді. Олай болса онда дастарханға, асқа, тамаққа, салатқа қол салып беріңіздер. Біз сіздердің Қараөзек районының 69-шы жылдарының 30 жылдық мерекесін бастайық. Ортадан Аружан шоу видеоға асалыңыздар, биге көз салыңыздар. Қарсы алайық, той құтты болсын! Көтеріп жүктің салмағын, жолда өмір талмадым, мерейін қандай шуақты ұстазым, асыл арманым. Ақыл білім көп бердім, анамдайсың мектебім, сенде өсіп көктедім, сенсіз өмір жоқ дедім. Ыссы мектеп партасы, оқулығы картасы, бұнша қызық болғаны мұғалімнің арқасы. Адамның адамшылығы ұстаздан болады. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәріне жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жанында сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз ақылы иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, асақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарында, жат адамдарында әділ жұрттың бәріне жақсылық пен игілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ер жүрек жан. Біз білім алып мектеп біткен уақытта мектеп директоры қызметін атқарған Гагарин мектептің директоры Раметов Баку аға,
Досназаров мектептің директоры Нажиматдинов Жұманазар аға және ұстазларымыз, бірінші класс білім берген Гагарин мектептің мұғалімдері Едилова Құралай, Байжанов Сәрсенбай, Сапаров Жұмамұрат, Абдықаликов Жоламан, Тұрғанбаева Шахзада. Бірінші класста білім берген Досназаров мектептің мұғалімдері Абатова Бибсара, Ерниязова Оралхан, Гүлімбетов Парахат, Ешімбетова Клара Карима, Ибрагим Муса. Ассаламу алейкум ұстаздары бәріңізге. Сіздерменен тола берсін ортамыз. Бүгін ел басқарған азаматтар, білім алған сендердің арқаңызда. Мектебім менің мектебім, есімнен еш уақыт кетпедің, бірінші менің ұстазым, білімге мені жеткенің. Мектебім менің мектебім, жаман әдет шекпедің, мына бүгін айтайын саған алғысым көп менің. Мектебім менің мектебім, ұмытты деп мені кетпедің, сенің арқаң өмірде жетіскенге жеткенім. Ал енді құрметті қонақтар, тағы мәрте мынау бүгінгі басқосу кешіне қош келдіңіздер. Енді сонымен таяқ тасталды, біз сөзді асабаларға береміз. Мәрі, қандырыңыз ашып кетті ғой деймін. Қошемет ұрып қойыңыздар, сіздердің бүгінгі жүргізуші әпкемізге, ағамызға жалпы 69-дарды бастап отырған қыздарға мыңда бір рахмет төледіңіздер. Дархандығы даладай болған, аңқаулығы баладай болған дейді ғой. Ойға көзем, тілге шешем болған, арыстан жүректі, жолбарыс білекті, мінекей батырды дана, жомарт қазақпыз ғой біз. Көңілі көлден телім көсілген дала дейтін, бір қолы шауып алса да жай ғана жара дейтін, қазыналы қара өзек 69 жерім дейтін азаматтың барлығы сіздер сияқты болса қоя, қара өзек дейіскеңіз орнынан тұрып кете беретін шіркін. Туған жерге деген сағыныш сондай болу керек сияқты. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Бұл енді 30 жылдыққа жеткен бар, жетпеген бар. Мінекей жаңағы Гүлмира тәтемізбенен Әбу ағамыз өмірден өтіп кеткен сыныптастардың да атын атап өтті ғой. Сондықтан да осы кереметтей 30 жылдықтың құрметіне мейлі ол қара өзекте болмасын, мінекей Қазақстанның астаналарының бірі болған үлкен мегаполис Алматыда қара өзектің 69-дары 30 адам болса да басқосудың өзі бір үлкен құрмет қой. Сондықтан да осы күннің құрметіне, осы күнге Рамазан айының құрметіне осындай дастархан жаюға лайым себеп болып отырған жаратушымыздың құрметіне қошемет құрмет жасап қояйық. Құтты болсын 30 жылдықтар. Осы енді дастарханға бата бермей, қол салмайтын қазақпыз деп батамызды алып алдық. Енді Гүлмира Гүлекеңнің айтуы бойынша арамызда ұстаздар бар деп еді, негізі бар ма? Келмей қалмау кісілер, олай болса негізі дастарханда бата берілгеннен кейін